Бүгін Әсет Исекешев астаналықтарға үйден шықпауға кеңес берді. Елорда әкімі тіпті қалада төтенше жағдай жариялауға мәжбүр болған. Исекешевтің негізі тұрғындар үшін алаңдауына негіз бар. Астана аяқ асты ақ түтек боранның астында қалып, ұйытқып соққан қар аралас жел елорданың тіршілігін біраз тұралатып тастады. Әуеде де жерде де қатынас үзілді. Мыңдаған адам жолынан қалып, апат саны да еселеп артқан. Жел тіпті мешіт, көпқабатты тұрғын үй мен сауда орталығы мектептердің шатырын жұлып әкетті. Арқа жұртын әбігерге салған ақ түтек боранның салдарын тілшіміз Жәудір Оразхан айтсын. Үйден шықпасын деген хабарландыру болған емес. Жел соғып ауа райы құбылғанда мектеп оқушылар ғана сабақтан қалатын. Бүгінгі боран қала әкімінің өзін сескендіріп тастады. Әсет Исекешев құтқару қызметінен өзгелерің жұмысты уақытша тоқтатыңдар деп қалада төтенше жағдай жариялады. Мемлекеттік мекемелердің, қаладағы білім ошақтарының, базар, сауда ойын-сауық орындарының басшыларына және құрылыс жүріп жатқан нысандардың қожайындарына уақытша жұмысты тоқтатуға кеңес береміз. Тек полиция, өрт сөндіру, төтенше жағдайлар қызметі, жедел медициналық жәрдем мен аурухана, емханалар қызметін жалғастырады. Әкімнің үйден шықпаңдар деп шырылдауына негіз бар. Елордада желдің күштілігі соншалық айналада түк көрінбейді. Қолайсыз ауа райынан тұрғындар таңертеңнен діттеген жеріне жете алмай әбден әбігерге түсті. Мәселен, жел ұшырып әкете жаздаған мына екі қыз талға жармасып әрең тұр. Ал оларға көмектесудің орнына жігіттер көлігінде отырып, ұялы телефонына түсіріп мәз. Бұл жайтке заланған астаналық шенеуніктер жүргізушілерге жолда қалған адамдарды машинасына отырғызып, қол ұшын беруге шақырды. Ал мынау қаладағы орта мектептердің бірі, оқу орнының да шатыры желге шыдамай қираған. Жалпы долы жел ештеңнен аямады. Жол бойындағы баннерлерден бастап ағашты, қала ішіндегі әдемілік үшін қойылған темір қораптарды қиратып кетті. Көп қабатты тұрғын үйлердің шатыры да шетінен жұлынып қалды. Тіпті мешіттің күмбезі тесіліп жұлма-жұлмасы шыққан. Аграрлық университеттің ғимаратының төбесінен де түк қалмаған, шатыры жан жақта шашылып жатыр. Боран болса жолда қозғалыста қиындайды. Шаһарда таңнан бері ұзын сонар көлік кептелісі. Адам түгілі машиналар қалың қарға батып шыға алмай тұр. Сондықтан сақшылар жүргізушілерге барынша жол ережесін сақтап, абай болуға шақырады. Бір тәулікте 100-ге жуық апат болды. Полицейлер Астанадан ешбір машинаны сыртқа шығармай отыр. Ішкі істер министрлігі қажет болса қосымша күш пайдалануға дайынбыз деді. В настоящее время полностью закрыто движение автотранспорта. Қазір Астанадан барлық бағытқа жол жабық. Қаладан көліктің шығуына тыйым салынды. Ақмола, Қарағанды, Павлодар мен Қызылорда облыстарына да жол жабық. Трассаларды полицейлер бақылап тұр. Сақшылар құтқарушылармен бірге адамдарға жолды тазартуға көмектесіп жатыр. Абырой болғанда адам шығыны жоқ, тек таңертең үлкендерсіз үйден мектепке шығып кеткен 8 жастағы бала жоғалып кеткен еді, бірақ оқушы көп ұзамай тұрғындардың көмегімен табылды. Мектептерде қазір сабақ тоқтатылды және жоғары оқу орындарының 1-2 курс студенттері үшін де демалыс. Тек қалалық коммуналдық қызметке тәулік бойы дамыл жоқ. 1000-2000-ға шейін барады жұмыс істеп жатқан техника далада. Кешегі суткада почти 35 мың қар шығарылды. Текше метр қар шығарылды. Қаланы толық тазалап жатыр. Қарамаймыз, центральный улицы. Ақ түтек боранға байланысты Астанадағы халықаралық әуежайда жабық. Бүгін ұшақтар көкке көтерілмеді, рейстер кейінге қалдырылған. Және бірнеше ауданда жарық сөніп қалған. Табиғат бүгін ертең райынан қайтпайтын сынды, синоптиктер алда әлі аязы болады деп отыр. Солтүстік Қазақстан, Ақмола, Павлодар, Шығыс Қазақстан және Қарағанды облыстарында желдің күшеюі 18-23, кей жерлерде 30 метр секундқа дейін жетіп отыр. Осы тұрақсыз ауа райы күндіз 11 қаңтар және түнде 12 қаңтарда әлі де сақталады. 12 қаңтардан бастап күндіз ауа райы тұрақталады және де ауа температурасының біршама төмендеуі күтіледі. Мамандардың айтуынша ертең Астанада жел басылады, бірақ ауаның температурасы күрт төмендеп, елордада 30 градус аяз болады. Батыс өңірлерде де қысқа қарына мінеді, ал оңтүстікте жауын-шашын мен көктайғақ, яғни табиғат тұрғындарды әлі бірнеше күн әбігерге салмақ. Жәудір Оразхан, Роман Расулов, Владислав Воднев, Бағлан Игіліков, КТК, Астанадан.